Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге Замри фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Оқиға жартастың көрінісінен басталады. Кейін біз кейіпкер Айристі көреміз. Ол ұйқысыздықтан зардап шегіп таң атысымен төсектен тұрады. Айрис бірінші қабатқа түсіп, ойыншы қызыл қайығын және қалта пышағын алып телефонды зарядтағышқа қалдырып, үйден шығады. Көлігімен қала маңындағы гүлденген ауданда артта қалдырған ол орман саябағына бет алады. Туристік маршрутпен жүріп, биік жартастың қасына жетеді. Бұл жерде оның кішкентай ұлы қайтыс болған орынға арналған шағын мемориал бар. Айрис ағаштың діңіне пышақпен өзінің, күйеуінің және баласының есімінің алғашқы әрпін ойып жазады. Кейін жартастың шетіне жақындап, өзін құздан тастау туралы ойға беріледі. Алайда оның ойын бөлетін біреу пайда болады. Ричард есімді ер адам. Ричард Айриспен сөйлесуге тырысып, өзінің жас кезінде болған жол апаты туралы әңгімелейді. Ол апатта өзінің досы Хлояның қаза болғанын айтып, әйелдің назарын өзіне аударуға ұмтылады. Ричард пен Айрис арасындағы әңгіме жалғаса түседі. Ричард өзінің өткен өмірінен ауыр оқиғаны еске алады. Жол апаты алдында ол досы Хлоямен ұрысып қалған екен. Сол сәтте айтқан соңғы сөздері оны әлі күнге дейін мазалайды. Ол апаттан кейін 2,5 ай бойы аппараттың көмегімен ғана өмір сүргенін айтады. Бұл әңгіме Айристің өз қайғысын ашуға түрткі болады. Ол да ұлының өлімі туралы айта бастайды. Бірақ кейін Ричард оны жалғыз қалдырып, жартастан түсіп кетеді. Айрис бастапқыда өз ойына беріледі, бірақ кейін шешімін өзгертіп, Ричардтың артынан жүреді. Екеуі бірге көліктер тұрған тұраққа келеді. Бірақ мұнда жаңа мәселе туындайды. Ричардтың көлігі Айристің көлігіне тым жақын қойылғандықтан оның есікті ашуы қиынға соғады. Айрис көлігінен шығуға тырысқан сәтте, Ричард оны күтпестен шабуыл жасауға дайындалады. Ричард қолшатырмен оны тоқпен ұрып құлатады. Кейін оны байлап көлігінің артқы орындығына күштеп отырғызады. Айрис есін жиғаннан кейін қолындағы смарт сағатты пайдаланып көмек шақырмақ болады. Бірақ Ричард бұл жерде байланыс жоқ екенін айтып, оның әрекетінен түк шықпайтынын түсіндіреді. Осылайша оның арам ойлы сериялық маньяк екені айқын болады. Бұл оның әрекетке тырысқан алғашқы жағдайы емес еді. Ричард сондай-ақ ұлының мемориалда қалдырылған қайығын мұқият алып кеткен болатын. Бірақ тұтқын қашып кетуге бел байлайды. Ол шалбарының артқы қалтасынан қалта пышағын шығарып, пластик жіпті кесіп тастады. Сонымен қатар ол маньяктың назарын Хлоя мен оның ұлы туралы әңгімеге аударды. Осы сәтте Айрис қолын босатып, Ричардқа шабуыл жасады. Екеуі көліктің ішінде төбелесе бастайды. Ақырында жолда белгі берген бір көліктен қашпақ болғанда, олардың көлігі ағашқа соғылады. Апаттан кейін есін жиған Ричард пен Айрис күресін жалғастырады. Айрис Ричардтың шашынан ұстап, оны қауіпсіздік белдігімен қылғындырып тұншықтырмақ болады. Бірақ маньяк орындықты артқа тартып, Айрис оны аяғымен оның бетіне теуіп, сүйреп әкетуге тырысады. Айрис орындыққа жабысып тұрған пышақты алып үлгеріп, оны қарсыласын қорқыту үшін қолданады. Екеуі күресіп көліктің екі жағына бөлініп құлап түседі. Осы сәтте тұтқын аяғындағы жіптерді кесіп тастап, көмекке шақыра бастайды. Ричард орнынан тұрып, оның қалталарын тексеруді ойламағанына іштей күйінеді. Бірақ ол өзіне сенімді, резервтік жоспары бар. Ол Айрисқа алдын ала күшті дәрі енгізіп қойғанын еске салады. Бұл дәрі 20 минут ішінде толық сал ауруына әкелетінін айтады. Өлтіруші дәрінің әсерін сипаттай бастайды. Алдымен дауыс сымдары істен шығады, содан кейін қолдың ұсақ моторикасы жоғалады. Бұл пышақты ұстауға мүмкіндік бермейді. Кейін аяқтар мен қалған бұлшықеттер жұмысын тоқтатады. Айрис орман ішіне қарай қаша бастайды, қолындағы пышақты жол бойына тастап кетеді. Ричард апат кезінде зақымданған аяғымен ақсап, оның артынан ақырын жүріп келеді. Айрис жасырынатын қауіпсіз орын іздеп, қалың ағаштардың арасына қарай жүгіріп бара жатыр. Ол бұл сәтте ұлына санауды үйреткен саусақ жаттығуларын қайталай бастайды. Алайда әр қайталаған сайын саусақтары нашар бағынады. Көп ұзамай Айристің аяқтары әлсіреп, жүру қиындайды. Бірақ ол орманда тоқтамай әрі қарай жылжиды. Ал Ричард асықпай, бірақ тынымсыз артынан келе жатыр. Айрис тепе-теңдігін жоғалтып, ақырында ағаштың тамыры астындағы саңылауға жасырынды. Бұл жер оны толықтай көрінбейтін етті. Оның үстінде Ричард қатып қалған күйде айналаны мұқият қарап тұр.
Бірақ жәбірленушіні байқамаған соң әрі қарай жүріп кетті. Алайда Айрис құмырсқалар ұясына тым жақын жасырынған еді. Оның жүйке рецепторлары сал ауруының әсерінен толықтай өшіп қалғандықтан құмырсқалардың шағуын сезді. Бірақ шағудың салдарынан денесі еріксіз әрекет жасап дыбыс шығарып алды. Бұл оның ізіне түскен Ричардтың назарын қайта аударды. Бақытына орай, Айрис жақын маңдағы өзенге дейін еңбектеп үлгерді. Судың ағынымен қашып құтылу үшін бөрене сияқты қозғалуға тырысты. Оның жоспары жақсы болды, бірақ табиғаттың өз қателіктері бар еді. Көтерілген толқындармен көбік Айристі тұншықтырып жібере жаздады, бірақ ол жүзіп ақыры бір бөренені ұстап алды. Бар күшімен жағаға шығып терең дем ала бастады. Бірақ денесінің өзіне бағынбайтынын сезеді. Ол шөпке бетімен жатып тек көзін ғана қозғалтуға шамасы келді. Жақын жерде шөп шабатын машинамен жұмыс істеп жүрген фермер Билл шөпте жатқан қызды байқап қалады. Ол жақындап қызды ақырын аударып жібереді. Бірнеше жетекші сұрақ қойып, жауап ретінде қыздың тек жыпылықтап жатқанын көргенде, оның жараланғанын түсінеді. Билл құтқарушыларды шақыруды ұсынады, бірақ Айрис оған біраз тынығып алу үшін шөпке жата тұратынын, ал Биллдің оны тасымалдау үшін арбасын алып келуін күтетінін айтады. Билл қызды арбасына салып үйінің ішіне алып келеді. Бірақ дәл сол сәтте есік қағылады. Айристі арбадан орындыққа ауыстырып үлгермеген Билл оның шошып кеткенін байқайды. Бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезеді. Есіктің сыртында Ричард тұр. Ол жол апатына ұшырағанын және жоғалып кеткен әйелін іздеп жүргенін айтады. Билл оны тыңдап, көмек шақыруға хабарлайтынын айтып, есікті жабады. Бірақ Ричард сыртта күтпей үйдің ішіне кіреді. Өзін нашар сезінгендей кейіп танытып, үйді көзбен шолып шығады. Билл оны сыртта күтуін өтінгенімен, Ричард диванға отырып алады. Ол күтпеген жерден жылай бастайды да, әйелінің психикалық тұрақсыздығы мен апаттан кейін қашып кеткені туралы әсерлі оқиғасын баяндайды. Ричардтың айтуынша, оның әйелі ұстама кезінде кататоникалық күйге түседі, қозғала алмайды, сөйлей алмайды. Егер полиция шақырылса, оны психиатриялық ауруханаға жатқызады, ал бұл күйі үшін ауыр соққы болар еді. Бұл әсерлі әңгіме Биллді сендіреді. Ол әйелді өзен жағасынан тауып алғанын мойындауға дайындалады. Алайда сол сәтте Ричардтың қалтасындағы телефон шырылдайды. Ол Биллге телефоны орманда жоғалғанын айтқан болатын. Билл оның өтірік айтып тұрғанын түсінеді. Ол Ричардқа қарап үйден кетуін талап етеді. Билл оның тістенгенін байқап ашуланып, әйелдің қайда екенін тікелей сұрай бастайды. Үй иесі оны қорада деп алдайды, және бейтаныс адамнан оны алып кетуін өтінеді. Ричард қораға бармас бұрын Биллден полицияға хабарласпау үшін телефонын беруін талап етеді. Билл телефонын береді, бірақ кейін күтпеген жерден Ричардқа шабуыл жасап, оны шкафқа итеріп жібереді. Ол шкафтан шыққан сәтте Билл құтқарушыларға хабарласу үшін шұғыл түрде нөмір тере бастайды. Бірақ Ричард тұрып, екеуінің арасында төбелес басталады. Тәжірибелі фермер Ричардқа соққы беріп, оны әлсіретеді. Алайда ол еденде жатқан пышақты байқап, жағдайды өз пайдасына өзгертеді. Билл оны басып құлатып үлгереді, бірақ Ричард оны бірнеше рет пышақтап тастайды. Полицияның жақындап қалғанын түсінген ол ізін жасыруға кіріседі. Айристі үйден таппаған соң, бөлмелерге бензин құйып, үйді өртеуге шешім қабылдайды. Айрис бұның бәрін көріп, еденге саусағымен дыбыс шығарып белгі беруге тырысады. Ол бұл дыбысты естіп күдіктенеді. Сосын қанға боялған киімдерін жасырмақ болып, Биллдің жүк көлігінің кілтін және көйлегін алып, кетер алдында үйді өртеп жібереді. Ол көлікке отырып кетуге дайындалғанда, терезедегі жалюзидің қозғалғанын байқайды. Айрис жалюзидің сымын қолымен қозғап, белгі берген еді. Ричард жалынға оранған үйге қайта кіреді де, тұтқынды тауып сыртқа алып шығады. Айристі көлікке отырғызғаннан кейін Ричард қылмыс орнынан алыстап кетеді. Жолда ол алғаш рет ер адамды өлтіргенін мойындайды, өйткені бұған дейінгі құрбандарының барлығы әйелдер болған. Осы кезде Ричардқа қызы мен әйелі қоңырау шалып, демалыс күндері оның саяжайына келетінін айтады. Үлгілі әке рөлін сақтағысы келген Ричард Айристі өлтіре алмайтынына іштей күйінеді. Көп ұзамай олар жанармай бекетіне тоқтайды. Сол уақытта өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем қызметкерлері түтін бағанасына қарай асығып бара жатады. Ричард бензин төлеу үшін кассаға кеткенде, Айрис ақырындап есін жинап, әлсіз қолымен қауіпсіздік белдігін шешуге тырысады.
Ол белдігін шешіп, басын терезеге сүйеп, ауыр тыныстап жатады. Сыртта жағдайды байқаған анасы мен баласы Айристі көріп қалады, бірақ көмектесуге үлгермейді. Осы арада Ричард қайта оралып, өзінің көлігі апатқа ұшыраған орнына қайтып келеді. Із қалдырмас үшін ол жүксалғыштан галстук пен есірткі салынған шприцтерді алып шығып, таза киімге ауысып киінеді. Ол Биллдің көлігінің артқы жағындағы сүйреткіш арқанды алуға тырысады. Бұл уақытта Айрис жансыз қолының сезімталдығын тексереді, ол баяу қалпына келе бастады. Сол сәтте алыстан полиция көлігі көрінеді. Полицей жанармай бекетіндегі дабыл қағылған күмәнді пикапты тексеруге келген еді. Ричард оған жылы шыраймен көлікті сүйретуге тырысып жүргенін және ұлының қайтыс болуынан кейін әйелі депрессияға ұшырағанын сылтау етеді. Полицей Ричардтың маңдайындағы жараға назар аударып, күдікпен сұрақ қояды, бірақ ол оған жауап бере алмайды. Осы кезде Айрис терезені аздап ашып үлгереді. Полицей жағдайды тексеру үшін әйелмен сөйлесуге тырысады. Айрис оған сыбырлап көмектесіңіз деп айтады. Полицей көліктің торпедосынан жейдемен жабылған галстук пен шприцті байқап, дереу қаруын алуға әрекеттенеді. Алайда Ричард сүйреткіш арқанның темір ілгегімен оның басынан ұрып құлатады. Полицей қайтыс болғаннан кейін ол оның денесін көлікке салып, үстінен бензин құйып өртеп жібереді. Ричард полиция қызметкерінің тапаншасын алып алған. Жолда Айрис есін жиып, Ричардпен сөйлесе бастайды. Әңгіме барысында ол Ричардтың бұрынғы оқиғалары туралы сұрақ қояды. Ол Хлояның өлімі мен апатты есіне түсіреді. Осы кезде Ричард сериялық өлтіруші жолына қалай түскенін баяндай бастайды. Хлоя апаттан кейін қайтыс болғаны анықталады. Ричард оның өліп жатқанын бақылап отырып, соңғы рет оған рахмет деген сөз айтқанын еске алады. Бұл оқиға оны қатты өзгертіп, өзін Құдайдың ерекше белгісі деп сезінуге итермелеген. Айрис әңгімені пайдаланып, Ричардтың отбасына, әсіресе қызына деген сүйіспеншілігін қозғайды. Ол Ричардке егер ұсталып қалса, түрмеге қамалатынын және қызын ешқашан көрмейтінін айтады. Айрис оның шын есімін білмегендіктен оны босатып жіберуі мүмкін деп үміттенеді. Алайда Ричард тәуекелге барғысы келмей, Айристі тірі куәгер ретінде жоймақ болады. Ол Айристі көлдің бөгелген кіре берісіне алып келеді. Айрис Поршенді босатуға әрекеттенгенімен еш күші жетпейді. Ричард оған қалдық қоймаларындағы энергияның жарылуы біркелкі емес екенін айтып, шприцті алып тастап, ішіндегі сұйықтықты төгеді. Осыдан кейін Ричард Айристің денесін қайыққа сүйреп апарып, оны көлдің ортасына жеткізеді. Ол тұтқынды суға лақтыруға, өз жоспарын аяқтауға дайындалады. Ричард оның қайтыс болған ұлына арналған косплейді еске түсіріп, Айристі терең суға тастамақ болады. Сол сәтте Айрис көзіне жас алып, Ричардтен соңғы өтінішін орындауды сұрайды. Қайтыс болған ұлының қызыл қайығын қалтасынан алып беруін өтінеді. Ричард оны орындау үшін еңкейеді. Осы мүмкіндікті пайдаланған Айрис оның белбеуінен пышақты суырып алып, Ричардтың мойнына соққы береді. Ол жарақаттан дірілдеп, мойнындағы пышақты, содан кейін қаруын алуға тырысады. Бірақ Айрис қайықты тербетіп, оның тепе-теңдігін жоғалтуына себеп болады. Ричард қайықтың шетінен сырғып суға түсіп кетеді. Ол қайта қайыққа оралуға талпынғанымен, Айрис оны тоқтату үшін қаруды алып, дәлдеп атады. Ричард жараланып суға құлайды, ал Айрис ақырында құтылып аман қалады. Бірақ қайықтың бортына оқ тигендіктен су кіре бастайды. Қайық біртіндеп суға батады. Айрис әлі әлсіз, қозғалып кетуге шамасы жоқ, қайықтың су басқан ішінде жатыр. Бұл уақытта жараланған Ричард жағаға қарай жүзіп шығады. Айрис су астында қалып, тынысын ұстап, жағдайды бақылауға алады. Көп ұзамай қайық толығымен суға батып кетеді, тек толқындарда ұлына тиесілі кішкентай ойыншық қайық қана тербеліп қалады. Бірақ Айрис ақырында күш жинап жағаға қарай жүзеді. Ол пирске жетіп тақталарға шығады. Сол сәтте ол жараланған Ричардтың де жағаға жақындап қалғанын көреді. Айрис Ричардтың қасына келіп, қанға боялған маниакқа қарап тұрып, оның барлық жасаған қорқынышты әрекеттерінің өзіне өмірді бағалауды және қайғыдан құтылуды үйреткеніне қысқа алғысын білдіргеннен кейін, Айрис оны қансыраған күйінде жалғыз қалдырып кетіп қалады. Қысқа кино шоу ұнаса тіркелуді, пікір қалдыруды және лүпіл басуды ұмытпаңыз.